бәрімізге сәлем айтты. Олар да қатты қайғырды. Арамызда жүрген сондай жайраңдаған күн нұрындай қолы ақылдаған шымажаннан айырғанына бәрі де өкініп уәделер арқылы айтып қалды. Еліне аман есен жеткізіп, оған топырағына берсін делеседі. Қашанда асыл бейнесін жүрегімізде сақтаймыз деп бәрі де жылы берісіп кетіп қалды. Ол енді әрине тас түскен жерін ауыр дейді ғой. Сол өзінің өсірген ұрпақтарына еңбек отырған бұл шараға оңай емес болды. Дегенмен есімді жиды шара. Өзің білесің, Мәскеуде көмілмей қалып жатқан адамдар да бар. Біздің қазақтардың арасынан кезінде ұшқыш болып, есімін ел ардақтап, тамаша өмір сүрген бір көкеміз бар еді, Тастемір Райымбеков деген. Сол кісі қайтыс болғанда қақаған Сараяз кезеді. Елінен барып бас көтеріп, алып кететін, денесін сүйегін еліне жеткізетін бас көтерер азаматы болмайды. Сол жағдай болмағандықтан ол кісіні Мәскеуде өртеуге тура келді. Алып денелі, аңқылдап қалған, жүрген жерінде ән салып жүретін ол да бір тамаша кісі еді. Бірақ ол кісіге жазмышы солай. Асқа оны шай. Еліне күттай ғана бөтелдегі салып күн алып кетті. Ол да бір олай қарасаңыз мұсылмандар үшін сондай ауыр, жаныңды жаралайтын жағдай. Не сондай болмағанға қамы керек.